Қара, біздің қазақ халқында мынандай әдемі ою-өрнектер жасалады. Бұл ою-өрнектер адамның келбетін әдемі қылып көрсетеді. Қазақтың ою-өрнектері қазақтың ежелден келе жатқан тарихи ою-өрнектері. Бұл ою-өрнектерді қарашы, мінекей қандай әдемі. Әдемі болып түскенде, мен мынандай әдемі болып түскенде, мен қандай қылып тігіп қойдым, қарашы мінекей. Ал қазір біз мына баланың үстіне киілетін жилетке, осы жилеткеге біз бұны әдемі болу үшін мен мынандай оған бұғының мүйізі, оюын дайындап қойдым. Бұл қазақтың ұлттық оюы. Кәнекесі мына бұғының оюын мына жерге жапсыра қой. Осылай жапсыра. Осылай жапсыра. Ою-өрнектерді жапсыруға болады және тігуге болады. Екіншісін мен жапсырайын де. Дұрыс болу керек. Міне, бізде мынандай әдемі жилет пайда болды. Әдемі ме? Иә. Әдемі? Красивый мыстау? Өте жақсы.